Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің есімім Альбина. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі дайындайтын тағамымыз картоп қосылған вареники. Алдағы уақытта 3 түрлі тағамға қолданатын, жыртылмайтын, езілмейтін қамырдың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен картошкамызды аршып, 4 бөлікке бөліп, татымына қарай тұз қосып, орташа отта пісіреміз. Сарымсақ пен пиязымызды майда 4 бұрышты қылып турап, қызып тұрған табаға 60 грамм сұйық майымызды құйып, орташа отта алдын түстес болғанша қуырамыз. Татымына қарай тұз, қара бұрыш қосамыз. Пиязды қуырып салатын болсаңыз, салмасы құрғақ болып қалмайды және дәмі өте ерекше дәмді болып шығады. Енді қамырымызды дайындайтын боламыз. Қамырымызға қосатын қоспалардың мөлшерлерін описание бөліміне жазып кетеміз. Сол жерде нақты мөлшерлер жазылған. Ең алдымен суымызды дайындаймыз. Суымыз шамамен 38 градустай, жылыдан сәл ыстықтау болу керек. Суымызға тұзымызды, сұйық майымызды салып, араластырып, 600 грамм ұнға 2 жұмыртқамызды қосып, нанымызды илейміз. Нанымызды илеген кезде өте жұмсақ қылып, немесе қатты қылып илемеңіздер. Орташа болу керек. Орташа жұмсақтықта илейсіздер. Қамырыңызды илеп болғаннан кейін бір 10-15 минуттан кейін тағы да 1-2 рет илеп қойыңыз. Сонда қамырыңыз эластичный болып шығады. Сіз буға пісірсеңіз де, суға пісірсеңіз де жыртылып кетпейді, езілмей сондай күшті болып піседі. Егер сіз алдын ала манты, пельмен жасап қоятын болсаңыз, морозилькте сақтайтын болсаңыз, қамыры жарылып кетпейтін болады. Сол қалпында пісірсеңіз де жыртылмайды, езіліп кетпейді, сондай күшті қамыры. Мұның универсальный қамыр деймін. Мантыға да, пельменге де қолдана берсеңіз болады. Картопымыз пісіп дайын болды. Жақсылап езіп алыңыздар. Картоптан қалған суларыңызды түгел төгіп тастамаңыздар. Салмаларыңыз құрғақ болып жатса, артынан қосып жібересіздер. Картошканы асқан кезде, сол кезде тұзын салғандарыңыз дұрысырақ, өйткені картошка дәмді болып шығады. Қуырылған пияз қосамыз, сарымсақ бар ішінде, сары май қосамыз. Сонда вареникеларыңыз ерекше дәм береді, дәмді болып шығады. Сіздерге балаларыңызға да, отбасыларыңызға да ұнайтын болады. Бүгін сіздерге қамыр жаюдың 2 нұсқасын көрсететін боламын. Сіздерге қай нұсқасы ұнайды, сол нұсқамен жасасаңыздар болады. Бірінші нұсқам осылай бөлшектерге бөліп алып, нанымызды тағы ұсақ бөлшектерге бөлеміз. Где-то бір қамырымыз 8 граммдай болады. Сіздерге түсінікті болсын деп өлшеп көрсетіп жатырмын. Бәрі бір қалыпты түйілген кезде. Вареникеларыңыз әртүрлі размерде болмайды, бәрі бірдей сондай әдемі болып шығады түйген кезде. Нанымызды түгел осылай жайып аламыз. Мен бүгін буға піскен вареникеді көрсетемін сіздерге. Біздің отбасыға буға піскен вареники ұнайды. Сол себепті бүгін буға піскен вареники дайындайтын боламын. Ал вареникемізді түйіп бастадық. Сіздерге түсінікті болсын деп жақыннан көрсетіп жатырмын, қалай түйу керек екенін. Солай түйу білмесеңіздер, міне үйренсеңіздер болады. Сіздерге түсінікті болсын деп 2-3 рет түйгенімді көрсеттім. Асықпай қараңыздар, көріңіздер, жасап көріңіздер. Вареникеларыңыз басқалардыкінен ерекше, сондай әдемі болып шығады. Мына жерде де көрсетіп жатырмын. Жақыннан алдым, сіздер көрсін, түсінікті болсын деп.
Мына жерде вареникидің оңай түйілу жолын көрсетіп жатырмын. Енді бұны бәрі біледі деп ойлаймын. Сонда да көрсетіп өтейін дедім. Мүмкін жаңадан түскен келіндер менің видеомды көруі мүмкін. Оңай нұсқасын іздеуі мүмкін. Осы ең оңай нұсқасы. Енді өздеріңнің ыңғайларыңызға қарайсыздар. Қайсы нұсқасы сіздерге оңай, соны жасай берсеңіздер болады. Мына жерде қамыр жаюдың екінші нұсқасын көрсетіп жатырмын сіздерге. Енді сіздерге қайсысы ыңғайлы, солай жайып түйе берсеңіздер болады. Осындай домалақ формамен кесіп аласыздар да түйе бересіздер. Мына жерде вареники түйудің үшінші нұсқасын көрсетіп жатырмын. Енді ары қарай өздеріңіз қараңыздар. Сіздерге қайсысы ыңғайлы, солай түйсеңіздер болады. Мантоваркамызды жақсылап майлап, вареникиларымызды тізіп шығамыз. Қайнап тұрған суға 20 минутта пісіріп алатын боламыз. Бұл жерде картошкасы піскендіктен қамырымыз ғана пісу керек. Сол себепті 20 минут жеткілікті. Вареникиміз пісіп дайын болды. Қараңыздар қандай әдемі, аппетитный. Тестасы жыртылмаған. Сондай күшті дәмді болып шығады вареникиміз. Сіздер де жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Менің видеом ұнап жатса, лайк басып, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта жақсы рецепттер салатын боламын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.